Сәлем достар, сіздермен бүгін күріш ботқасын дайындаймыз. Ол үшін осындай ірі дақылды күріштен жарты стакан қажет болады. Содан кейін сүт, су, тұз, қант қажет болады. Алдымен күрішті толықтай тазарғанша 4-5 қайтара жуып аламыз. Содан кейін үлкенірек ыдысқа сол стаканмен жарты стакан су және 2 стакан сүтті құйып қайнатамыз. Қайнаған соң күрішімізді салып, асты жабысып қалмас үшін араластырамыз. Содан соң жарты шай қасық тұзымызды салып, қатты отта бір қайнаған соң 15 минутқа бетін жауып, жай отта пісіреміз. Міне 15 минуттан соң күрішіміз осылай дайын болады. Содан кейін 2 шай қасық қант салдым және сары май салып, араластырып, астындағы отын өшіріп, 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Міне осындай бір істегеннен керемет болып шығатын күріш ботқасы дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.